саламатсыздар ма? Біз Ұзынжасыптар әулетіміз. Орманда кішкентай қоян жаңа үй салады. Ол дос іздеп орманда аралап жүреді. Қоян түлкімен кездеседі. Түлкі оны алдап үйін тартып алмақ болады. Бірақ қоян ақылды. Ол аю досынан көмек сұрайды. Bir кезде аю келеді. Аю. Түлкі үйден шықпайды. Аю келіп қатты арылдайды. Түлкі қорқып кетеді. Бірақ ешкім ренжімей, барлығы тату болады. Қоян, түлкі және аю бірге тұрып орманда бейбіт өмір сүреді. Бізде демалыс ойын ретінде жүреді. Ал балалар, дайынсыңдар ма? Бақытты болып жүргенің, бақытында басқасында білмеуің, бақытсыз-ақ ойнап күлгенің. Бақыт деген сенің бала күндерің, бақытсыз-ақ бақытты болып жүргенің, бақытында басқасында білмеуің, бақытсыз-ақ ойнап күлгенің. Саламатсыздар ма? Бүгін журналистика тақырыбы бойынша сұрақ жауап болады. Ұлдарымызбен бірге қойыламыз. Ал бірінші сұрақ сіздерге. Бала болған оңай ма? Ересек болған оңай ма? Ересек. Өскенде кім болғың келеді, Рауан? Футболшы. Рахым? Дәрігер. Ахмат? Так. Сенің сүйікті ойының? Футбол. Баскетбол. Нені қатты жақсы көресің? Доп. Волейбол. Ахмат, сен нені жақсы көресің? Баскетбол. Қай мерекені жақсы көресің? Қандай мерекені? Жаз. Сіз ше? Жазды жақсы көресіз ба? Рахмет ұлдарым, сіздермен өте жақсы сұрақ жауап болды деп ойлаймын. Ал сіздің қандай сұрағыңыз бар маған? Мен айтайын. Өзіңізді қашан бақытты сезіндіңіз? Мен әрқашан бақыттымын, яғни сендердің барларыңа бақыттымын. Қазір де бақыттымын. Осындай видео сіздермен түсіріп отқаныма. Сау болыңыздар. Ал бәріміз сау бол. Сау болыңыз. Жаманнан жиреніп жақсыдан пайдасын. Фейс қара болса да жүрек қараймас. Жаманнан жиреніп жақсыдан пайдасын. Бірге қайталап айтамыз қайыр басын.